Сәлеметсіңдер ме балалар? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Тақырыбы жер сфералар дегеніміз не? Сабағымызды бастамас бұрын мынандай өлең жолымен бастағым келіп тұр балалар. Бәріміз қайталаймыз. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн біз үшін сәттілікке толсын. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақтың мақсаты сенің білетінің жер қабықтары, сенің меңгеретінің жердің 4 сфераларын атау және ажырату, қорытынды жасау, нәтижені диаграмма түрінде тіркеу. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіріп көрейік. Сіздерге сұрақ беремін, сол сұраққа жауап береміз балалар. Бірінші сұрақ: топырақ не үшін қажет? Топырақтың құрамында не болады? Топырақтың қандай қасиеті бар? Қандай топырақты құнарлы топырақ дейміз? Егіншілік қалай өзгереді? Міне осы сұрақтарға жауап береміз. Тамаша, жарайсыңдар, өте дұрыс жауап бердіңдер. Әрі қарай жедел сұрақ балалар. Кітабымызды ашамыз. Кітапта берілген тапсырма бұл жедел сұрақ. Кәні, бірінші сұрағымыз: табиғат дегеніміз не? Жанды табиғат, жансыз табиғаттан қалай ерекшеленеді? Қандай өсімдіктерді білесіңдер? Үйде қандай жануарлар бар? Міне осы сұрақтарға жауап береміз. Жақсы, тамаша, өте дұрыс жауап бердіңдер. Сонда жанды табиғаттарға нелер жатады екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Адамзат өмірі, өсімдіктер, жан-жануарлар, құстар жатады. Ал жансыз табиғатта аспан құбылыстары, ай, күн, құм, тас, су, өзендер жататын біз жақсы білеміз. Тамаша, керемет. Әрі қарай енді сфера дегеніміз не балалар? Сфера грек тілінде шар деген мағынаны білдіреді екен. Жердің 4 қабығы бар. Олар сфералар деп аталады. Жердің 4 қабығы: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфераға бөлінеді екен. Балалар, жер сфералар 4-ке бөлінетін біз білдік. Енді жеке-жеке тоқталып кетейік. Атмосфера дегеніміз: атмосфера ауа қабығы. Ол жер шарын қоршап жатыр. Литосфера қатты қабықты құрайды. Ол жер шарының бетін толық жауып жатады. Олар тау, дала, шөл, мұхит және теңіз түбі. Биосфера дегеніміз: биосфера өсімдік, жануар мен адам тіршілік ететін жердің қабығы. Балалар, енді 4-ші сферамыз гидросфера. Бұл су жер шарының су қабығы гидросфераны құрайды. Балалар, енді бүгінгі тапсырмаға байланысты тапсырмалар орындап көрейік. Бірінші тапсырма: суреттегі нысандар жер қабығының қай түріне жатады? Міне суретке назар аударамыз, соны қай сфераға жататынын айтып береміз. Міне өзіңді тексер, кәні, суреттегі нысандарды дұрыс қойдың ба? Дұрыс, жарайсыңдар балалар, өте тамаша жұмыс жасадыңдар. Әрі қарай екінші тапсырмамыз: тәжірибе жасап көрейік. Бұны үй жағдайына да жасауға болады балалар. Жер сфералары қалай байланысады? Міне, бір стақанға суды құйып, оған 2 қасық топырақты саламыз. Сол кезде нені байқауға болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. Топырақта ауа бар екенін байқадық. Өйткені топырақтың судың бетіне
не шығады балалар? Көбіктер шығады. Міне топырақта ауа бар екенін осындай тәжірибе арқылы жасауға болады. Ал екінші тәжірибені жасап көрейік. Қолымызға сулы майлықты алып, оған бір уыс топырақты саламыз, сөйтіп қолымызбен қысамыз. Сол кезде сулық майлыққа не жабысады балалар? Су жабысады. Міне сонда біз топырақта су бар екенін байқадық. Міне осылай тәжірибе жасауға болады. Есте сақта, жердің 3 жансыз қабығы: атмосфера, гидросфера, литосфера және жанды қабығы биосфера бар. Тірі ағзалар бір-бірімен өзара байланысатын биосферада мекендейді. Барлық сфералар бір-бірімен үнемі әрекеттеседі және бір-бірін өзгерте алады. Оны мына диаграмма арқылы байқауға болады. Енді балалар, сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақтан жер қабықтары қандай болатынын, неден тұратынын білдің. Жер қабықтарын атауды және оларды бір-бірінен ажыратуды меңгердің. Эксперимент нәтижесін диаграмма түрінде тіркеп, қорытынды жасадың. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Балалар, жетістік ағашы арқылы кері байланысқа шығамыз. Жасыл түске жапырақ. Бүгінгі сабақ түсінікті және өте қызықты өтті. Сары жапырақ, сабақ түсінікті, бірақ аздап қиналдым. Қызыл жапырақ, бүгінгі сабақтан мен еш нәрсе түсінген жоқпын. Осы арқылы кері байланыс жасаймыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.